тоқтату, темекі іске қосу үшін 2 рет түрту. Қайырлы күн. Бұл 13-ші емхана Астана қаласы. Менің аты жөнім Баяхметұлы Байтас. Осында жұмыс істеймін. Мына бөлмеде Елена Викторовна деймін отырады. Мемлекет тілін білмейді. Осында кірген анықтамаға қол қойып берші деп. Мен сені түсінбеймін деді. Шығып кеттім. Мемлекет тілі мына бөлмеге кірмейді. Кіре алмайды мемлекет тілі. Мен Еленамын дейді. Орысша сөйле дейді. Мына жерде экономист, мына жерде қазақ отырады. Өтінішті алып барған ғой қол қойдырға. Мемлекет тілінде жазып, что это такое, бұл не, түсінбейді, оқи алмады. Орыс тілінде мектепте орыс тілінде оқыдым дейді. Мынау менің емдейтін дәрігер, терапевт. Анықтаманы Ресей тілінде жазып берді. Барлығы Ресей тілінде, мемлекет тілі 13-ші емханада жоқ. Бір ай болды анықтаманы мемлекет тілінде алмай жүрмін. Мемлекет тілі жоқ дейді осында. Осындай жағдай, ешкім сөйлей алмайды мемлекет тілінде. Мына жерде есеп бөлімі. Мына жерде 5 қазақтың келіншегі отырады. Барлығы Ресей тілінде, құжаттар Ресей тілінде, қазақша сөйлей алмайды. Шетелден келген адамдар сияқты сөйлейді, бір сөзді айта алмайды. Қайда барамын, не істейтінімді білмеймін. Жақсы мемлекет тілінде әлі сөйлей алмай жүрмін, сөйлетпейді. Мына жерде маған қысым көрсетеді. Өткенде құжат алып келіпті, сені ескертеміз дейді. Қылмыстық жауапкершілікке тартыласың дейді. Ары қарай талап ете берсең дейді. Президенттің үндеуінде солай жазылған дейді. Сосын менің еңбек ақымды осы жылдың басында қысқартып тастады. Біздің бөлімшеде 15 адам жұмыс істейді, менің бәрін қысқартып тастады. Осы сол тілдің мәселесін көтеріп жүргеннен кейін, талап еткеннен кейін қысқартып тастады деп ойлаймын мен.